Ассалаумағалейкум жүзім сүйер қауым. Бүгін жүзімде өте маңызды агротехникалық жұмыс жасалды. Пасынка алу. Көп адам бұл жұмыстың маңызын түсіне бермейді. Біз бүгін шоққа дейінгі артық пасынкаларды алып тастадық. Неге бұл керек? Егер пасынкалар көп болып қалса, өсімдіктің күші бөлініп кетеді. Қорек гүлшоққа толық жетпейді. Бұтақтар қалыңдап ауа жүрмейді. Аурулардың шығу қаупі артады. Ал біз артық пасынкаларды алып тастадық. Нәтижесінде жүзім жеңілдейді, жақсы желдетіледі. Қорек тек негізгі шоққа кетеді, сапасы жақсарады. Қысқасы, артық өскін, артық жүк. Оны алып тастасақ, жүзім сапалы болады. Енді біз осының нәтижесін ірі тәтті және таза өнім күтеміз. Жүзімнің пасынкалары бұл негізгі өркендегі жапырақ қолтығынан өсіп шығатын екінші реттік жас бұтақтар. Олар дер кезінде жұлу немесе қысқарту, пасынкалау деп айтылады. Орысша өте маңызды. Еңбектеріңіз жемісті болсын, өнімдеріңіз мол болсын. Келесі видеода кездескенше ағайын. Лайк басып тіркелуді ұмытпайық. Like a boss, I